Сәлем достар, сіздер АГКНТ каналындасыздар. Яғни Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі. Сіздерге бүгін біз мектеп бітіру кешіне байланысты ер балдарға өзіміздің кеңесімізді береміз. Сіздермен бірге Алима және Әділет. Және біздің досымыз Азамат. Мектеп бітіру кеші біздің өміріміздегі ең маңызды сәттердің бірі болып табылады. Сондықтан да қыз бала болмасын, ер бала болмасын, оған өте мұқият дайындалғаны жөн, өздерінің киімдеріне, шаш үлгісіне де жақсылап қараған дұрыс. Сондықтан да біз бүгін ер балдарға қандай киіммен, қандай галстук тағу туралы өзіміздің кеңесімізді береміз. Яғни галстук бұл ресмиліктің белгісі. Кезінде ақын жырау ағаларымыз олар галстук тақпаған. Ал Сәкен Сейфуллин ағамыз галстукты мойнынан шешпеген деген мәліметтер де бар. Қыз балалар ер балалардың галстугіне және қол сағатына, шаш үлгісіне қарайтын болғандықтан сол заттар біздің гардеробымыздың төрінен орын алды. Солай болғандығына қарамастан, кейбір көптеген мемлекеттерде галстук тағуға тыйым салынған. Мысалға, Италияның денсаулық сақтау министрлігі галстук тақпауға ер азаматтарға ұсыныс жасаған. Неге десеңіздер, себебі галстук жуылмағандықтан микроб жинап, адам ағзасына кері әсерін тигізген. Мектеп бітіру кешінде ер балдар өзінің киіміне қараған кезде көйлегінің галстугының үйлесімділігіне мән берген жөн. Сондықтан да егер де сіздер ер балдар ашық түсті жиде киетін болсаңыздар, бір түсті галстук таққандарыңыз жөн. Немесе жолақты көйлек киетін болсаңыздар, соған үйлесімді бір түсті өңді галстук таққан жөн. Ал егер де сіздердің костюмдарыңызда, жейделеріңізде ашық түсті болатын болса, галстуктарыңыз соған байланысты қою түсті болған дұрыс. Біздің айтқан кеңестер сіздің мектеп бітіру кешіне көмектеседі деген ойдамыз. Сол себепті біздің каналымызға жазылыңыздар. Лайк басыңыздар. Және бізді қолдаңыздар. Сау болыңыздар.